өзі күйдірсе де қарыса да санызғар, бабалардан бізге қалған сырға толы саңыз бар. Өтсе дағы керуен ғасыр, ел аузында сақталған сыр бойында өшпейтұғын мынадай бір аңыз бар. Ел аузында сақталады мұндай ғажап болған іс, естігенде көкейіңде қалай болмас толғаныс. Дарияға жақын маңда өткен ерте заманда сыр бойында мекендепті бір айбарлы жуан мойын жолбарыс. Қос күшігі болған екен, көз ашпаған жас әлі, жұрт көзінен паналапты қалың қамыс қасана. Сол қос күшік қас басып көтерген соң бауырын, ертіп алып сол жолбарыс суға қарай асады. Суға келіп бас қояды, алдыменен анасы, тәтті судан жұтып жатты қасында екі баласы. Бір кездері көтеріліп су астынан мән жайын, апыр-топыр болды лезде дарияның жағасы. Қос күшігін бірден шығып құйрығымен қақты да, сөйтіп сүңгіп кете барды, су астына батты да. Жолбарысқа іле-шала қойып кетті артынан, сәлден кейін демі жетпей атып шықтау жағаға. Жолбарыстың өтіп жатты қайғыменен салғыны, мазалайды жанды қойған жолбарыстың қан нұры. Қайғымен ішін өртеп кек алмақшы болды да, жатып судың жағасында нән жайынды аңдыды. Үшінші күн өтіп тағы күн сәулесі өрілді, әлі жатыр аш жолбарыс ызаланып өкілді. Бір кездері лайланып дарияның жиегі, су астынан мән жайынның қырарқасы көрінді. Жолбарыс та ыңғайланып күшін салып сақ тұрды, жыртқыш қойыл өз басынан өткізген көп тапқырды. Аршып түсіп мән жайынның арқасына тісін сап, жұлып алып су ішінен жағалауға лақтырды. Су маңында сұлап түсіп жатыр өмір тұншығып, Сырдария кетті ол да көзін салып күрсініп. Осы екен ғой ұрпақ үшін тайқаласқан тағдырың, осы екен ғой құрып қалғыр тез бітетін тіршілік. Айналаға аянбастан төккен шақта таң нұры, мән жайынды басып жатып соңғы демін тұндырды. Өзі дөлді ол үйткені лақтырғанда жайында, ауыр салмақ жолбарыстың омыртқасын сындырды.